қалайсыздар? Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біздер қазір бізге анам сұрақ қояды, біз соған жауап беруіміз керек. Бұл жерде бәрі логикалық сұрақтар достар. Тек оймен жауап беру керек. Бізде ама кезек 5 сұрақтан қоям. Ал кеттік, ал бедейт. Жакалюк, бірінші саған қоям. Астанадан Қарағандыға жету үшін 2 сағат 30 минут қажет. Ал Қарағандыдан Астанаға қайтуға 150 минут керек. Неге олай? Өткен 150 минутта 2 сағат 30 минут бар. Сонда қанша минут болады? 2 сағат 30 минут. Ал 1 сағатта 60 минут бар. Дұрыс. 60-та 2 өткен 120, 30-да қоссаң 150 минут болады. Дұрыс. Так, Арайкош, қай сөз әрдайым дұрыс болып есептелінеді? Қай сөз әрдайым дұрыс болып есептелінеді? Қай сөз әрдайым дұрыс болып естіледі? Қандай? Өзді айтып тұр ғой? Не айтайын? Жоқ. Өзді айтып тұр ғой, Арай. Если ол жауап бере алмай, қасында адам айтады. Бірінші сұраққа мен жеңілдік жасайын. Дұрыс дейді. Дұрыс? Жауабы дұрыс? Так, енді ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Жака, ол сізге тиесілі, бірақ адамдар оны сізден жиі қолданады. Менің есімім шығар. Дұрыс, есім. Дұрыс. Так, бедейт, Арай, саған 1 бұқа 5 литр сүт беретін болса, 5 бұқа қанша литр сүт береді? 5 литр. Жауабын айтпа. Дұрыс емес? Міне, бұқа деген сүт бермейді. Дұрыс, бұқа деген сүт бермейді ғой, Арай. Так, жабық көзбен нені көруге болады, Жака? Түсті, дұрыс. Арай, саған тауық өзін... Қара түс тұрады ғой. Иә, дұрыс. Арайға, тауық өзін құспын деп айтала ма? Жоқ, айтпа шеш, қарақат. Қарақат, айтпа шеш. Жака, саған сөз сұрақ қоям. Аш қарынға неше стақан айран ішуге болады? 1 стақан өткен, кез-келген стақан ішуге болады ғой. Дұрыс. Ішуге болады деп тұр ғой. Дұрыс. Міне, Арай, саған автобус ауылға жүріп келе жатыр. Ол қарама-қарсы бағытта келе жатқан 3 автокөлікті көрді. Ауылға неше көлік бара жатыр? 4. Жоқ. Міне, автобус жоқ. Автобус ауылға жүріп келе жатыр. Ол қарама-қарсы бағытта келе жатқан 3 автокөлікті көрді. Қарама-қарсы дейді. Ауылға неше көлік бара жатыр? Жоқ, дұрыс емес. Неге? Өткен 3 көлік ол қарама-қарсы жүріп келе жатыр. Қалаға кетіп бара жатыр. Ал 1 көлік дұрыс. Неге ауылға автобус? Дұрыс, иә. Жака, саған сұрақ. Оқушы мектепке 15 минутта жетеді. Ал 3 оқушы бұл жолды қанша уақытта өтеді? 15. Неге? Өткен деген, олар деген бірдей жүреді ғой, полигон. Дұрыс. 1 уақытта барады, Қарақат, кім саған айтам? Арай, жаңбырдың кезінде кімнің шашы суланбайды? Ауа. Жоқ, кімнің басы? Кімнің шашы суланбайды? Бұл жерде адам ғой айтып тұрған, міне, жаңбырдың кезінде кімнің шашы суланбайды? Тыныш. Қандай, Арай? Тұратыр, Арай, ойлансын. Жаңбырдың кезінде кімнің шашы суланбайды? Адамды айтып тұр, бұл жерде кімнің деп. Бұлт. Сонда? Тақырбас. Дұрыс. Тақырбас адамның басы суланбайды екен. Дұрыс. Не? Қандай сұрақ қиын болды, Арай? Жака, саған, Арай. Қандай сұрақтар қиын болды? Мынау логикалық сұрақтар күшті екен, маған ұнап қалды кәдімгі. Менің есімім деген мен қате айттым деп ойлап жүрдім. Иә, дұрыс. Иә. Арай, саған қиынға соқты ма сұрақтар? Иә. Бірінші ретке жақсы, қанша литр береді деген. Соны айтам. Сол қызық болды, бұқа сүт бермейді дейсің ғой. Ал достар, бұл өте күшті. Менде 9 балл достар, Арайда 3 балл. 3 балл, сонда 6-да 9 болды. 6-да 9. Ештеңе етпейді, ең бірінші неге? Жақсы. Бірінші рет не істеуге? Ойлану керек, шамалы ойлану керек. Достар, айтпақ шашыма безопасничка. Бүгін Жака айтпақ шашын алдыртып, шашын күшті қылып, прическа жасатып келді. Жанынан қара, Жака. Краш болып тұр ма?
Ал достар, осы видео ұнаса сіздерге лайк басып, каналға тірек етуді ұмытпаңыздар. Ал біз ойымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.